Бүгінгі номері 174 мектеп гимназия оқушылары жарысқа қатыса отырып жинаған каскоин валюталармен дүкенде заттар сатып алып жатыр. Бұл дүкенде бізде оқуға арналған құрал жабдықтар мен тәттілер сатылады. Бүгін мектебімізде дәстүрлі каскоин айырбастау дүкені өтті. Әр жұма сайын болатын бұл жобаға оқушылар ерекше дайындықпен келеді. Апта бойы жинаған каскоиндарын бүгін оқу құралдарына, тәттілерге және өздеріне керек заттарға айырбастап жатты. Біз жоба туралы мұғалімнің пікірін де сұрап көрдік. Мұғалімнің айтуынша, бұл жүйе оқушыларды тек марапаттау үшін емес, жауапкершілікке, тәртіпке және еңбектің нәтижесін күтуге үйретеді. Бұл баланы ынталандырады, біріншіден оқуға деген құштарлығын арттырады, балаларға үлкен жетістік деп ойлаймын мен ойымша. Менің сыныбым бүгін өздерінің белсенділігімен республикалық, қалалық олимпиадаларға қатысып, жүлделі бірінші, екінші, үшінші орын алғандары үшін міне бүгін біз сіздерден каскоин несімен өзіміздің сыйақыларымызды алайық деп жатырмыз осы билеттерімізбен. Ал оқушылар болса, каскоин жинау өздеріне мотивация беретінін айтты. Бұл жоба маған қатты ұнады. Өйткені мен өзімнің білімімді сынап, қандай деңгейде екенімді көрдім. Мен осы алтын сақаға қатысып, бірінші орын алдым, мектепшілік алтын сақаға. Тағы да көптеген полиглот, дарын олимпиадаларына математика, Қазақстан тарих деген пәндерінен қатысып отырдым. Мен бұларға балапанға қатысқанмын, полиглотқа қатысып алдым. Мен бүгін осындай шоколад алдым. Каскоин валютасы бізді қаржылық сауаттылыққа, яғни жас кезімізден жақсы сабақ оқуға, қаржылық сауаттылықты дамытуға үйретеді. Көбі апта бойы белсенді болып, жұма күні дүкенге келуді әдетке айналдырған. Кейбірі алдын ала не алатынын жоспарлап та қояды екен. Қысқасы, каскоин жай ғана қағаз емес, ол еңбектің нақты көрінісі. Ал жұма сол еңбектің қайтарымы. Негізі қалай каскоинді алады? Көптеген оқушылар жарысқа қатысқаннан кейін біз мысалы республикалық жарыстарға қатысса 50 каскоин береміз, ал қалалық болса 20 каскоин, мектепшілік болса 10 каскоин береміз. Солай оқушылар өздеріне мотивация алады. Мотивацияның арқасында осындай заттарды ала алады. Басты мақсаты осы оқушылардың ынтасын ашу, яғни осындай мақсатта біз жарыстарға қатысқаннан кейін оқушыларда мотивация пайда болады. Егер мен осындай орын алсам, мен осындай зат ала аламын деген сияқты. Каскоин мотивациялық жобасы ары қарай жалғасын табатын болады. Зияда Әділетқызы, Әбдірахман Қайрат, Ұрпақ үні медиа, Алматы.